Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін біз осындай өте әдемі және де дәмді чебуректер жасаймыз. Өте күшті болып шығады. Олай болса кеттік. Бізге керек заттар: 500 грамм ұн, 375 мл су және де 2 ас қасық сұйық май. Біз өзіміздің суымызға көз мөлшерімен тұзды сеуіп және де оны қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Біз енді ыдысымызға 300 грамм, содан кейін 200 грамм ұнымызды саламыз. Содан кейін ұнымызға жай-жайлеп араластыра отыра суымызды құямыз. Біз кішкене илеп алғаннан кейін өзіміздің илеп жатқан қамырымызға 2 қасық сұйық майды қосамыз. Кішкене илегеннен кейін барлығын бір-біріне біріктіре отырып илеп аламыз. Барлығы біріккеннен кейін дәл осындай болады және де өте жұмсақ болады. Егер сіздер осылай видеодағыдай істесеңіздер, одан ары жұмсақ бола түседі. Салымына бізге жусай және де 2 немесе одан да көп картоп керек болады. Ең алдымен біз картопты тураймыз. Сіздер дәл осылай картопты турауларыңыз қажет емес, өз қалауларыңызбен картопты турауларыңызға да болады. Турап алғаннан кейін біз оған су құямыз және де 1 қасық тұз қосамыз. Және де картопты піскенге дейін газда қайнатамыз. Енді бізде жусай қалды. Оны да жақсылап, әдемілеп турап шығамыз. Мінекей мен жусайды турап алдым.
Мінекей салымына барлығы дайын. Жусай, қайнатылған картоп және де қара бұрыш. Ең алдымен біз ыдысымызға қайнатылған картопты қасықпен саламыз. Ыдысымызға салып езгеннен кейін біз оған жусайды кішкенеден қосып, және де оны езіп отырамыз. Езілген картоп пен жусайды араластырып алғаннан кейін біз оған қара бұрышымызды саламыз. Көз мөлшерлеріңізбен салсаңыздар болады. Содан кейін тұз саламыз. Сіздер тұз салсаңыздар да салмасаңыздар да болады. Өйткені біз картоптарды басында турап алғаннан кейін біз оларға тұз салған болатынбыз. Сол жеткілікті болады. Мінекей бізде салымы да дайын, және де қамыры да дайын. Енді біз қамырымызды екіге бөліп аламыз. Қамырымызды бөліп алғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай илейміз. Және де оны бір шетке қойып қоямыз. Және де екіншісінде дәл солай қылып илеп аламыз. Және де қамырымызды дәл осылай видеодағыдай сопақша бір пішінге келтіреміз. Сопақша пішінге келтіргеннен кейін дәл осылай қылып тураймыз. Турап алғаннан кейін осылай бір бөлігін кішкене жайып, және де сол бөліктің астын ұндап, және де ұнмен оқтауда да ұндап жіберсек болады. Сонда оқтауға қатты жабыспайды. Және де осылай домалақтап жайып жібереміз. Мінекей мен жайып алдым. Енді біз ортасына қасықпен салымын саламыз. Сіздер аз салсаңыздар да болады, көп салсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Мен орташа қылып салдым. Және де кішкене түзеп алғаннан кейін оны дұрыстап осылай жабамыз. Сіздер жерге, яғни дастарханға үйтіп жаппай, одан да екеуін қолмен біріктіргендеріңіз дұрыс.
өйткені ол дастарханға жабысып, сіздердің қамырларыңыз созылып кетуі мүмкін. Және де осылай шанышқымен әдемілеп басып шығамыз. Мінекей мен тәрелкеге салып қойдым. Енді келесісін жаямыз. Енді сол істеген қамырларымызды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мінекей чебурекилар дайын болды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, және де өз қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Келесі видеоларды да күтіңіздер. Сау болыңыздар.